Ребятушки, мына заттың барлығы 68 000 теңге шықты. Просто бір поход, бір магазинге барған поход 68 000 теңге шықты. Қазір енді распаковка болады, ребятушки. Өте қымбат, сіздерге мен не алғанымды көрсетем. Енді ең алғаш мен всегда супермаркетке кірген кезде енді бытовая химиядан бастаймын. Так, мінекей, мынандай гель для душа, распаковочка, шампунь. Міне пантин. Неге пантин десеңіздер, мен негізі алдындары бері андай қымбат шампуньдер алып жүргенмін ғой, андай ішінде андай жоқ, там силиконы жоқ, бірдеңесі жоқ деген сияқты ше. Бірақ ол шампуньдар көбіктелмейді вообще, басты ше. Андай қымбат шампунь вообще менің басымда көбіктелмейді, поэтому андай осы пантинді алдым. Реклама десең. Так, келесі мынандай сабын, сейфор. Так, құлақ тазалайтын мынандай ушные палочки. Так, мусорный пакет. Мистер Пропер. Так, фейри. Фейри, кстати, бір нәрсе айтайын ба? Басқа жаңағыдай ыдыс жуатын бар ғой средстволар ше, олар вообще көбіктелмейді, не знаю. Фейри ғана жақсы көбіктеледі, білмеймін, не знаю, у меня всегда так. Кстати, лайфхак. Джонни Бай, баршы. Ой, Жанбек, не мешай. В общем, Джонни Бай, смотрите. Егер де мысық асырайтын болсаңыздар, вот именно мынандай шотландский порода асырайтын болсаңыздар, дайын болыңыздар, потому что бұлар өте любопытный, қараңдаршы, любопытный. Так, жалғастырамыз, не айтып жатыр едім? В общем, мына фейри деген вот самый лучший кір жуатын деп ғой, самый лучший посуда жуатын средство лично мен үшін. Рекламада ойлап қалмаңдар, құрсын қаяқтағы реклама. Менен ютуб реклама болса күшті істейтін едім. Why фейри деп қойып ше, қазір просто рекомендация айтып жатырмын. Так, потом мынандай зубный паста алып көрейін деп шештім. Мынау тоже қымбат зубная паста. Так, келесі кезекте сабын, мінекей, бір сабын. Мынандай не алдым еще? Мынандай қолға жағатын крем алдым. Мен қараңдарында мысығы бар. Бұның бағасы 450 теңге болды. Так, тағы да сабын, Сейфорд, бұл енді дене жуатын сабын. Так, бір пакет бітті. Келесі пакет бұл жақта енді продуктики, девочки мои, продукты. Вот, мынандай тефтельки алдым. Тефтельки емес, фрикадельки. Осындай дайын фрикадельки ғой. Просто кейін тамақ істейтін кезде ашып саласың. Сүт алдым. Мен, кстати, шайды сүтпен ішкенді өте жақсы көремін ше. Прям именно сүтпен шайды жақсы көремін. Поэтому бұл чисто шай ішуге арналған сүт. Или даже кейін потом блины істейтін кезде де тоже можно, короче. Мынандай нан. Осындай нан только Галмартта бар. Галмарт деген супермаркетте бар. Міне. Бездрожжевой, кстати, ішіне дрожь қосылмаған нан ғой, короче, в общем. Так, классика это у нас Кока-Кола. Так, келесі My Шедевр. Так, креветочки мои любимые. Вот, привет. Ой, Джонни Бай, қойшы. Айттым ғой жаңа, вот, любопытный очень кот деп ше. Так, мен креветка алдым. Мен маған шок болдым ше, чеснок, представляете, на чеснок. 2 штук чеснок 900 теңге шыққан ғой. Қарсаңдар, 2 штук чеснок 900 теңге, ребятушки, представляете? Ужас просто. Баклажаны, вот очень сильно люблю баклажаны. Жаным баклажан жақсы көремін. Так, 2 штук баклажан 1120 теңге, смотрите. 2 штук баклажан 1120 теңге. Так, лимон. Так, 1 штук лимон 400 теңге, представляете? Сендер жақта лимон қанша тұрады? Жазып кетіңдер, если на жақтағы бағалар сендердікіне ұқсамаса, тоже жазып кетіңдер. Ал бізде бұлай тұрады, деген сияқты. Вот. Так, лимон 400 теңге. Ет алдым, қараңдар. На ет маған и Джонниға. Так, Джонни екеумізге ет, на ет 800 грамм ет 4352 теңге. Смотрите, мінекей. Мына тұрысы 4352 теңге, смотрите, мәсаған. Так, тоже екінші пакет бітті. Так, үшінші пакет тоже на жақта. Тоже бытовая химия. Бытовая химия негізінен жақсы көрем ше, анандай. Пол жуатын, киім жуатын, заттар алған жақсы көрем. Так, первым делом это у нас тряпка. Так, туалетная бумага.
Так, а кстати, бұл туалетный бумага, ананда иіс бар. Ананда клубниканың иісі шығады. Так, клубника. Обе клубника, туалетная бумага. Так, губка. Бағаларын жазып кетем, қаршы. Так, мынандай не перманентный. Перманентный макияж глаз десең. Пергамент, господи, перманент деп ма? Пергамент, жаңағыдай мен енді қазір тамақ істеп жүргеннен кейін андай не қыламын да, бүйтіп духовкаге нету үшін. Мынандай так, машалка. Так, туалетке қоятын, осындай вообще жақсы көремін ше. Сендер қолданасыңдар ма? Мынандай туалетке қоятын, мынандай затты қолданасыңдар ма? Мен жақсы көремін, вообще туалетке отыра алмаймын ешки. Мынандай жоқ болса ше, вот это вот самая лучшая вещь. Девочки, покупайте. Так, соль для ванны. Анандай типа аптечный вариант, бір вариант. Менің жаным, мынау менің көмекшім, мынау менің ваннадағы көмекшім бұл. Анандай посуданы жуып болғаннан кейін андай раковина май-май болып қалады ғой ше. Сол раковинаға бүйтіп құйып шай жүрсіңдер, вот тоже вот классная вещь, девочки. Так, Domesters. Так, Domesters бұны неге десеңдер, бұл Domesters жаңағы неге Джоннидің латуын ауыстырамын ғой, менше Джонни аяғым ұстап жатыр. Аяғымды бір нәрсе ұстап жатыр. Конечно же, кто же еще? Конечно, это наш любимый Джонни Бапони менің аяғымды ұстап жатыр. Упай. Мамасының баласы ғой бұл. Жуны! Мамасымен распаковка істеп отыр. Кел бірге распаковка істейміз, е? Ойбай. Так, мынандай не алдым одан кейін? Кір жуатын Вернер. Смотрите, Вернер. Ең соңғы пакет, там уже продуктики. Колбаса. Мен, кстати, колбасам только конский алам, только жылқының етінен дайындалған колбаса алам. Майонез. Так, в общем, осы заттың барлығы 68 мың теңге шықты. Пайде білмеймін, не зат алғанын ше, бір 68 мың теңге деген. Это капец, ребятушки. Просто 68 мың теңге деген Алматыда тұру үшін. Ойбай. Так, міне, мынандай спагетти, макароны. Так, макароны еще. Вы же знаете, что я макароны очень сильно люблю. Так, стейки мои любимые, смотрите. Стейк. Так, тоже стейк, екі стейк алдым. Екеуі 4,5 мың теңге ма шықты. Короче, қуып жейсің ғой тоже стейк ше. Так, мына жақта уже киндер желініп қойылған, мынау біреуі желінбеген. Так, клубничка, замороженный клубника. Не ішін деп сұрасаңдар, шай ішкен кезде шайға қосасыңдар, короче. Так, макарошки опять. Так, сосиски, ребятушки, сосисоны, вот такие вот, тоже конские, жылқының етін жақсы көремін ғой, білесіңдер ғой. Так, рис, неке күріш. Так, опять киндер. И, так, сыр моцарелла и, мынандай не, май президент. Вот. Президентский май, ребятушки. Все, жандарым сол, бүгінге осы. В общем, неге мен шок болып жатыр десеңіздер, просто мына заттың барлығы 68 мың теңге шықты да, мен түсінбей жатырмын, қалай 68 мың теңге шығады деп ше. Все, жандарым сол, сіздерге көрсеттім, видео қызықты болған болса, Джонни, хватит. Қызық болған болса, обязательно менің каналыма подписаться етіп, лайк бассаңыздар болады. Еще комментарий қалдырсаңыздар, мен бүкіл комментарийға жауап қайтаруға тырысамын, ребятушками. Все, бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.